Ісіну дегеніміз ол әйелдерде өте көп кездесетін және жиі кездесетін проблемаларының бірі болып табылады. Ісінудің түрлері әртүрлі болып келеді. Атап айтатын болсақ, ол беттегі ісіну, денедегі, аяқтағы ісінулер болып табылады. Ісінудің түрлері әртүрлі болуына байланысты олардың тудыратын себептері де әртүрліше болып келеді. Сәлем достар, таңертеңгілік уақытта көздің астында пайда болатын ісінулер кейде түске дейін, тіпті кешкі уақытқа дейін де сол ісік қайтпай қалатын кездерді байқаған боларсыздар. Осы көздің астындағы, денедегі, аяқтағы ісінулердің пайда болатын себептері жайлы бірнеше ақпараттарды сіздермен бөлісуді жөн көріп отырмыз. Қазір мен сіздермен осы ісінулердің пайда болатын әртүрлі себептері жайлы сіздермен ақпаратты бөлісіп. Қазір мен сіздермен көз асты ісінулер және басқа да ісінулердің бірнеше себептерін айтып беретін боламын. Олай болса, кеттік. Егер ағзаңызда, денеңізде, бетіңізде, аяғыңызда немесе қолыңызда қандай да бір ісіктің пайда болғанын байқаған болсаңыз, сіз ең бірінші міндетті түрде тамақ рационынан тұзды азайтуыңыз керек болып табылады. Тұзды азайту ол ағзадағы суды азайту деген сөз. Тұзды азайтсаңыз, ағзаңыздағы артық қор болып жиналған су азайып, сонымен қоса ісікте жоғалып кетеді. Келесі ісінудің себептерінің бірі ол ағзаның сусыздануы болып табылады. Сіз егер суды аз мөлшерде ішетін болсаңыз, тіндеріңіз сіздің суды аз мөлшерде пайдаланатыныңызды жаттап алып, келесі су ішкенше өзіне қорек ретінде суды ұстап тұрады. Ол сіздің ағзаңызда ісік ретінде көрініс беруі мүмкін. Келесі ісіктің себебінің бірі ол қалқанша безінің жетіспеушілігі, яғни гипотиреоз кезінде. Осы гипотиреоз кезінде ағзада ауқымды ісіктер орын алуы мүмкін. Бұның нақты себебін білу үшін гормондарға анализ тапсырып көруіңіз керек болады. Яғни ТТГ гормоны мен Т4 гормонының мөлшеріне анализ тапсырыңыз. Ісінудің тағы да бір себебі ретінде жүректің жеткіліксіздік ауруларын алуымызға болады. Жүректің жеткіліксіздігі кезінде кешкі уақытта аяқтардағы ісінулерді байқаймыз. Ол кезде аяқтарымыз ісінген, қатты және ұстаған кезде із қалып отырады. Сіз бұндай уақытта міндетті түрде кардиологтың тексерілуіне баруыңыз қажет. Келесі ісіктің пайда болдыратын себептерінің бірі бұл жеткіліксіздігі кезіндегі бетте және көздің астыңғы қабығында пайда болатын ісінулер. Бұл көбінше гломерулонефрит және интерстициальды нефриттің кезінде осындай көріністер беруі мүмкін, және бұл таңғы уақытта көбірек байқалады. Мұндай ісіктің кезінде сіз міндетті түрде нефролог маманының тексерілуінде болып, сіз барлық қажетті анализдерді тапсыруыңыз қажет. Атап айтатын болсақ, мочевина, креатинин, белок, УДЗ және жалпы зәр анализі. Келесі ісінулердің себебінің бірі ол венозды қан іркілісі кезінде болатын ісіктер. Ол кезде бізге көзімізге айқын көрінетін венаның кеңеюі байқалады, яғни варикоз деп атаймыз. Сол кезде аяқтағы ерекше ісікке көзіміз түседі, және бұл да жұмыстан кейінгі кешкі уақыттарда көп байқалуы мүмкін. Бұндай жағдай кезінде сіз қантамыр хирургына барасыз, ол сізді барынша емдейді, ал ең ақырғы емнің түрі ол хирургиялық ем болып табылады. Сонымен қатар тағы да бір кездесетін ісінудің түрі бұл көздің астыңғы қабатының ісіп тұруы болып табылады. Бұл дегеніміз міндетті осы аурулардың кезінде ғана байқалады деген сөз емес. Көздің айналасындағы май қабаты суды сіңіруге өте сезімтал әрі нәзік болып келгендіктен ол көбінше көздің астына қабақтарға суды жинап алады өзіне. Бұл бірінші факт болды. Енді сонымен қоса астыдағы қазіргі айтатын себептер де көздің ісуіне алып келеді. Оның ең біріншісі генетикалық фактор болып табылады. Екіншісі тұқым қуалаушылық. Тұқым қуалаушылық дегенде бұл берілетін ауру емес, тек көздің үнемі ісіп жүруі сіздің атаңыздан немесе анаңыздан келген белгілер болуы да мүмкін. Ал адамдағы ұйқының жеткіліксіздігі ол тіндердегі оттегінің жеткіліксіздігіне алып келеді. Сол кезде көздің астында венозды қан тамырларына қан көп жиналып, көздің ісуін туындатады. Сонымен қатар көздің ісуіне тікелей әсер ететін тағы да бір жағдай ол көп ұйықтау болып табылады. Қарап отырғандарыңыздай, менің де көзім қазір кішкене ісіп тұр. Өйткені мен түскі уақытта 1,5-2 сағатқа ұйықтап алған болатынмын. Егер сіз көп уақыт ұйықтамай жай ғана жататын болсаңыз да, көзіңіздің қабағының ісуіне алып келуі мүмкін. Міне достар, сіздер енді көздің қабағы мен денедегі ісінулердің қандай себептердің әсерінен болатындығын білесіздер. Арнамызға жазылып, лүпіл басып,
қасындағы қоңыраушаны басып қойыңыздар. Жақындарыңыз бен туыстарыңызға пайдалы болу үшін осы видеоны олармен бөлісіп қойыңыздар. Осы видеоны бөліскендеріңіз біздің қазақша контентімізге өте үлкен қолдау екенін ұмытпағанымыз жөн. Ал енді келесі кездескенше сау сәлеметте болыңыздар.